Қайырлы күн оқушылар. Бүгінгі біздің бірінші зертханалық жұмыстың тақырыбы заттар мен олардың қосылыстарын салыстыру. Бізге қажетті реактивтер темір ұнтағы және күкірт. Суретте сендерге берілген күкірт, темір сульфидінің үлгілерін мұқият қараңдар. Бұл заттардың физикалық қасиеттерін сипаттаңдар. Бір стақанға темір ұнтағын, келесі стақанға күкірт ұнтағын үлгілерін аламыз. Темір салынған стаканын магнитке тартылған көріп тұрмыз. Енді екі зат темір мен күкіртті араластырамыз. Осы кезде тек физикалық араласу жүреді. Магнитпен әсерін тексереміз. Темір ұнтағы магнитке тартылады. Бұл оның қоспа екенін білдіреді. Енді осы қоспаны екінші сынауыққа салып, штативке бекітеміз. Спирт шамын жағып, сынауықта байлап қыздырамыз. Қыздыру кезінде қызыл, кейіннен қара түсті зат пайда болады. Бұл жаңа зат темір сульфиді. Бұл қосылыстағы бастапқы заттардың қасиеттері жойылады. Жаңа затты магнитпен тексеріп көрелік. Бұл тәжірибе арқылы біз қоспа мен қосылыс арасындағы негізгі айырмашылықты көрдік. Қоспадағы заттар өз қасиеттерін сақтаса, қосылыс түзу кезінде жаңа зат пайда болады. Бастапқы заттар өзінің қасиеттерін жояды. Демек, темір сульфидін физикалық тәсілдермен жай заттарға бөле алмаймыз. Тәжірибе барысында не байқадыңыздар? Нәтижесін бақылау кестесіне түсіріңіздер. Енді біз темірді биологиямен байланыстырайық. Адам ағзасында темір қандай қызмет атқарады? Дұрыс, темір гемоглобин құрамында болады, оттекті тасымалдайды. Күкірттің тірі ағзадағы рөлі қандай? Дұрыс, наруыз құрамында болады, жасуша құрылымына қатысады. Тірі ағзадағы қоспа мен қосылысқа мысал келтіретін болсақ, ағзаға түсетін ауа қоспа. Қан күрделі қоспаға жатады. Ал қосылыстардан су мен көмірқышқыл газы, нәруыздар тірі ағзада жүретін процестерде маңызды рөл атқаратын қосылыстар. Физика курсынан белгілі, егер темір ұнтағының массасы мен көлемі белгілі болса, оның тығыздығын есептеуге болады.